Мен бүгінге YouTube'тан қалай видео жүктеуге болатынын көрсетемін. Біздер YouTube'тан ең бірінші айта кететін жайт, YouTube'тан видеоны жүктеген кезде біздерге керегі Google Chrome. Google Chrome бәріңізде бар деп ойлаймын. Google Chrome сізге бұл интернеттен өзіңізге жүктеу үшін Google Chrome керек болады. Және де бастаймыз. Біздер YouTube'тан өзімізге жүктеу үшін ең бірінші мінеки, мына жерде Google Chrome'да осындай болады. Яғни үш сызықша осының үстінен басамыз. Және де біздерде настройки деп тұрады. Настройкаға басамыз. Мінеки, біздерде осында парақша ашылды. Біздер содан кейін настройкадан кейін біздер мына жерде Chrome дейтін сөздің астында историядан кейін расширение деп жазылып тұрады. Сол расширениені басамыз. Мінеки, сосын сізге осындай бет ашылады, парақша ашылады. Менде басқаша, сіздерде басқаша болуы мүмкін. Және де осының астына қарай түсеміз. Мінеки, осы жерде еще расширение деп жазылып тұрады. Осының үстінен басамыз. Осыдан кейін сіздерде міне осындай парақша ашылады. Одан кейін міне жанында көріп тұрғаныңызда интернет-магазин Chrome астында поиск по магазину деп жазылып тұрады. Яғни осыған басамыз. Содан кейін ол жерге біздер Tamper Monkey жазамыз. Міне, осылай жазып және де Enter. Міне, сіздерге осыдан кейін міне осылай парақша ашылады. Tamper Monkey жазғаннан кейін негізінде кейде содан кейін сіз мінеки осындай Tamper Monkey, яғни осыны сіздер установить деп тұрады. Мен өзіме жүктеп алдым. Сіз яғни осындай Tamper Monkey'дің қасындағы установитті басасыз. Установитті басқаннан кейін сізге қазір көрсетемін. Міне, яғни сізде осындай установит тұрады. Яғни сіз сол установитті басасыз. Содан кейін мінеки осындай парақша ашылады. Подтверждение новое расширение. Установить Tamper Monkey. Разрешение просмотра и изменения ваших данных на посвященных сайтах. Управление приложения, расширение и темами. Мінеки, яғни осы кішкентай парақшаны добавитті басамыз. Мінеки, сіздің Tamper Monkey установить, яғни сізге жүктелгеннен кейін осындай кішкентай бет ашылады. Бірақ та сіз оған қорықпай қойыңыз, бұл сізге яғни көрсетеді установить етілгенін. Мінеки, осындай ашылғаннан осындай яғни страница бет ашылады. Сіз содан кейін Tamper Monkey установить еткеннен кейін сіз яғни мына жерде осындай белгі пайда болады. Яғни соны келіп, сол Tamper Monkey үстінен басамыз. Міне. Содан кейін мына жерде жазылып тұрады, яғни получить новые скрипты. Яғни біздер соны басамыз үстіне. Мінеки, содан кейін сізде яғни бұл жерде неше түрлі нелер ашылады, бірақ та сіз мына жерде бірінші тұрған Gracie Work. Яғни сіз осыны басыңыз керек. Мінеки, сізде яғни содан кейін осындай бет ашылады, бірақ та оның барлығын оқып жатып керек емес. Содан кейін сіз скриптідің үстінен басасыз. Мінеки, содан кейін сізде осылай ашылды. Сіздер осылай ашылғаннан кейін біздерде міне көріп тұрмыз мына жақ бетінде, яғни сізде мінеки показан скрипты для мінеки YouTube. Сізге YouTube керек болғандықтан
сізге YouTube керек болғандықтан YouTube'тың үстінен басамыз. Мінекей осындай бет ашылғаннан кейін сізде бірінші тұрған, яғни download YouTube videos as mp4. Яғни осыны бізге керегі тап осы. Яғни осының үстінен басамыз. Яғни сізде осындай бет ашылғаннан кейін сіз оны установить этот скрипт. Яғни осының үстінен басамыз. Міне сізде содан кейін осындай беттер ашылады. Бірақ та сізге яғни керегі мінекей осы. Download YouTube videos as mp4. Версия 1.8 яғни. Содан кейін сізде мына жерде установить деп тұрады. Сіз соның үстінен басасыз. Міне. Мінекей. Яғни осылай сізде YouTube'тан скачать ететін, яғни жүктейтін программа сіздің Google Chrome'ға жазылады. Жазылғаннан кейін сіз әрине кіресіз YouTube'ға. Мінекей. Сізде барлығы шығып тұр. Содан кейін міне астында осылай скачать деп тұрады. Мінекей. Көрдіңіз. M4 720, follow 240. Мінекей осылайша сіз YouTube'дан видеоны жүктей аласыз өзіңізге. Назар аударғаныңызға рахмет. Егер сізге көмектесіп жатсам, лайк басыңыздар, комментарий қалдырыңыздар. Сіздерге көмектесуге тырысамын. Сау болыңыздар.